Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгін мен ғұндар жайлы ақпаратты барынша көп айтуға тырысам. Ендеше кеттік. Ғұндар деген кімдер? Ғұндар біздің заманымызға дейінгі 4-3 ғасырларда Қытайдың солтүстігі мен орталық Азия жерін мекендеген тайпалық бірлестік ғұндар деп аталады. Олар көшпелі жауынгер халық болған. Ғұндардың кезінде партиялық рулық қарым-қатынас белгілері өте күшті болды. Ғұндар ішінара 24 руға бөлінген және әр рудың басында ағамандар тұрған. Сол уақытта ағаман кеңесі мен халық жиналысы жұмыс істеген. Сонымен бірге ғұндар әскери тұтқындардан тұратын құлдар ұстаған. Ғұндар негізінен көшпелі халық. Ғұндар тәңіршілдік дінді ұстанып, түркі жазуын пайдаланған. Сөйлеу тілі де түркі болған. Бір қызығы, ғұндар ер азаматтардың барлығы қатардағы жауынгер деп саналатын. Жазба деректерде ғұндар билеушісі Шанью деп аталғандығы көрсетіледі. Елді Шанью билесе, одан кейін түмен басылар тұрған. Сол заманда ғұндар 300-400 мыңға дейін әскер жасақтай алатын. Олар қандай мемлекеттерді үрейде ұстады? Жазба деректерге сүйенсе, ғұндар біздің заманымызға дейінгі 188 жылы Қытай императоры Гао Диді бағындырып, содан хан династиясы ғұндарға салық төлеп тұруға мәжбүр болған. Тарихта жауынгер халық ретінде аты қалған ғұндар бұдан басқа Юджи, Лофан, Баян, Үйсін тағы басқа тайпалардың жерін тартып алып үстемділік еткен. Қытай мен ғұндар арасындағы соғыс 300 жылға созылды. Біздің заманымызға дейін 3-ші ғасырда Қытай мемлекеті ғұндардан қорғану үшін Ұлы Қытай қорғанын сала бастады. Ғұндар тіпті Рим империясын қауіп төндірді. 5-ші ғасырдың 30-ші жылдарында ғұндар басшысы Аттила Еуропа халқын үрейде ұстады. 375-376 жылдарда вескоттардың Қазақстан даласына келген ғұндармен күресі ежелгі Рим империясының құлауына әкелді. 4-ші ғасырдың екінші жартысында Қара теңіз жағалауын Днестерге дейінгі өлкені бағындырды. Сарматтарды тізе бүктірген соң аландарды талқандады. 375 жылы Астгот, Герул, Генет, Сақ тайпалар бағындырды. Қап тауына жорық жасады. Ғұндардың батысқа жорығы халықтардың ұлы қоныс аударуына түрткі болды. Ғұндар Еуропада өз империясын құрды. Ғұндардың шаруашылығы. Шаруашылығының негізі көшпелі мал шаруашылығы. Мал өсіру, әсіресе жылқы өсіру басты рөл атқарды. Сондай-ақ қой өсіру, аң аулау, егіншілік дамыды. Ғұндардың қол өнеркәсібі күшті дамыған. Металдан, сүйек пен мүйізден, тас пен саздан, ағаштан, керамикадан жасады. Сауда дамығандығы жібек, маталар, айналар және тағы да басқа бұйымдар алмасып отырғандығы дәлелдейді. Олар малдың барлық түрлерін өсірген. Ғұндар негізгі баспанасы киіз үйлер болған. Ғұндарда бұйымның бетіне түрлі түсті заттар жабыстыру стилі пайда болды. Тарихта ол полихромдық стиль деп аталады. Осы стиль орталық Қазақстанда дамыған. Бұйымдарды безендіру үшін негізгі бейне жабайы аңдар болған.